Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін сіздерге бауырға не пайдалы екенін айтатын боламын. Өмір бойы бауыр көптеген түрлі функцияларды орындайды. Олардың бірі қанды зиянды заттардан сүзу. Бауырды ағзаның сүзгісі деп те бекер айтпайды. Бауырға ағзаға түскен барлық зиянды өнімдерді де сүзгіден өткізеді. Бауырыңызды мүмкіндігінше тез қалпына келтіру үшін диетаңызға келесі тағамдар мен сусындарды қосыңыз. Кофе. Бұл сусын бауырға диетадағы алкогольдің көптігі мен дұрыс тамақтанбау салдарынан болатын зақымдануды жеңуге көмектеседі. Кофе негізі бауырда пайда болатын онкология қаупін азайтуға көмектесетін деген теория бар. Дегенмен адамдарға бұл сусынға тым үйір болмау керек деп ескертемін. Барлығында өлшем маңызды, дейді Алексей Житов. Грейпфрут бауырыңызға ең ұнайтын жемістердің бірі. Оның құрамында ең күшті антиоксидант нарингеннің көп мөлшері бар. Бұл органдардың қабынуын болдырмауға және жасушаларды зақымданудан қорғауға көмектеседі. Жүзім антиоксиданттардың патшасы және бауыр қызметін жақсартатын табиғи компонент негізгі көзі болып табылады. Бірақ диетологтар жүзімді салмақ жоғалту үшін ең зиянды жеміс деп атайды. Оның да басқа қарсы көрсеткіштері бар. Асқабақ. Бұл өнім фосфолиттердің арқасында бауырға оң әсер етеді. Сондай-ақ асқабақ метаболизмді тездетуге қабілетті және іс жүргізетін әсерге ие. Асқабақ ас қорытуды белсендіреді және денеден артық сұйықтықты кетіруге көмектеседі. Брокколи және ақ қырыққабат. Бұл көкөністердің құрамында сульфгидрил бар. Олар метаболизмді жақсартады. Сонымен қатар, олар денені күн сайын дерлік күресетін әртүрлі улы элементтердің әсерінен қорғайды. Жаңғақ және жаңғақ майы. Мен барлық тізімнен жаңғақты ерекше аттап өткім келеді, өйткені бұл өнім детоксикация функциясын жақсартады. Яғни бұл ағзадағы зиянды заттарды табиғи түрде шығару, дейді эндокринолог. Тіпті күніне жаңғақтардың ең аз мөлшері де пайдалы болады. Сонымен бір жаңғақ денені маңызды омега-3 май қышқылдарымен қанықтырады. Көк шай. Сусын денені қанықтандырады. Олар қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің, соның ішінде бауыр ісігінің дамуына жол бермейді. Көк шай жүрекке пайдалы. Достар, бүгін сіздерге дайындаған ақпаратым ұнаса, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар, достар.